Ассалаумағалейкум қазақ елі, менің есімім Нұрдос Төлебай. Мен кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегіме дайындық үстіндемін. Мен қазіргі Түркістан қаласында 2000 жылы 16 желтоқсанда дүниеге келгем. Түркістан қаласында 6 жыл білім алып, бокстағы шеберлігімді шыңдағым келіп, Алматы қаласындағы дарынды балаларға арналған спорт мектеп-интернат колледжіне түстім. Сол жерде 5 жыл білім алып, бокстағы шеберлігімді шыңдап, сол жердің түлегі болдым. Қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студентімін. Менің боксқа келетіндей бір нақты себеп болған жоқ. Кейбір спортшыларға қарасам, боксқа бір әке-шешесі бір нақты себептермен бір аурушаң болған соң әкеп жатады. Білмеймін, мен кішкентай кезімнен бастап боксқа жақын болған. Әке-шешемнің айтуы бойынша жас кезімде, мен кішкентай кезімде, яғни өте бұзық бала болған екем. Анам ініме 2 қабат болып перзентханада жатқан кезде әкем айтатын маған, әлі есімде, үйге жаңадан бала келеді, соны бокс дейміз, новенький деп айтатын. Мен сол кезде есімде қалып қойған. Сол жерден бастап боксқа өте жақын болған. Өзім есейе келе мектеп оқып жүргенде 8 жасымда әкеме айтқам, боксқа барайыншы деп. Сол кезде әкем айтқан, сенің жасың кішкентай, пока 10-ға толғанда бірақ барасың деп. 4-ші класты бітіретін кезде 10-ға толдым. Сол кезде анам, әкем емес, анам апарған боксқа мені. Сол кезде. Бірінші жарыс өте қызық болған. Ең қызығы сол бірінші жарыс қой. Бірінші жарыста қаланың чемпион бір баласымен шықтым. Отылып болдым. Сол кезде ең бірінші жарыс болған соң дым чувство жоқ. Әкем жарысқа кешігіп келді. Жарыстан шыққан кезде, қайтып кеткен кезде әкем алдымнан шықты. Сол кезде айтты, балам не істедің деді, отылып қалдым. Сол кезде қатты жылағым келген. Папам айтқан, сол кезде мойыма әлі алда жарыста бар, әлі ничего кішкентайсың ғой. Сол кезде үйге барған кезде әпкем мен інім қолдарына плакат салып, Нұрдос чемпион дегенде, сол кезде отылып қалған кезде өзімді біртүрлі сезінгем, жылағым келіп, аппетит болмай, ұйықтай беріп, тамақ ішпей. Сосын ары қарай алхамдулилля бәрі жақсы болды. Сыныпта біз бәріміз дос болдық, достармен, балалармен. Ондай атаман дегенге қызықпадым. Қазақта айтады ғой, кішкентай кезінде бұзық болған бала есей келе басылып қалады деп. Білмеймін, кішкентай кезім қатты бұзық болғандықтан ба, есей келе ешкімге түртіп, ешқандай боксермін деп ешкімге қоқан-лоқы күш көрсетпедім. Өзім жүрдім. Біреу тиіспесе, мен ешкімге тиіспеймін. Дос балдармен дос болып, ондай атаман да қызықпадым. Соңғы рет шынымды айтсам, 2018-де осы оқуға келгенде сентябрьда төбелескем. Еркек болған соң ондай болып тұрады ғой. Бірақ лишний өзім бастамын төбелесті өздері бастады. Сосын қазақпыз ғой, тиіскен соң қарап тұрмайсың ғой, тем более басқа ұлттың баласы болған соң намысты бермейсің ғой қолдан. Көп адамдар сұрайды, көп боксерлар сұрайды, МТ Қазақстанмен келісімшартқа отырдың, қанша айлық аласың, қанша жылға отырдың, бойдан ұтсаң қанша аласың дейді. Мен лишний ол ақшаға қызығып жатқан жоқпын. Мен лишний бокс жасасам болып, иншалла Қазақстанның туын көкке желеп отырып, Қазақстанның атын әлемге танытсам. Қазақстанды білмейтін елдер көп шығар, сол жерге Қазақстанда осындай боксерлар бар, Қазақстанның бокс стилін әлемге танытсам деген оймен жүрмін бокста. Мен ондай ақшаға қызықпаймын. Көп адамдар сұрап жатыр, қанша ақшаға келістің, қанша неге келістің. Мен өзім ойлаймын, ішіне айтамайсың, бірақ ішіне ойлаймын, сендерге ақша не керек деп бокс жасаса болды емес па? Еңбек ет, оның бәрі уақытымен өзі келеді, иншалла. Еңбек түбі бәрін жембек дейді ғой, иншалла еңбек етсек, бәрі де ақшада бәрі келеді. Ол ақшаны ойлаудың керегі жоқ. Ол деген ақша деген дүниенің кірі ғой, қолдың кірі. Ол көп боксерларға айтам, ақшаға қызықпаңдар. Иншалла еңбек етсеңдер, бәрі болады. Ақша демей, иншалла еңбек етіңдер. Қазақтың атын көкке желбіретіңдер. Негізі жарыста қызық оқиғалар көп болған. Біреуін айтып кетейін. 2018 жылы январда бізде, яғни турнир сильнейшіден жарыс болады. Өте үлкен жарыс. Қазақстанның бірінші нөмірлер, екінші нөмір боксерлар қатысатын жарыс. Бір күні менде деген ауызға тағатын капа болды. Бірақ бокста ереже бар, қызыл капамен рингке шығармайды. Менде бірақ қызыл емес, сарғыштау капа болған. Кеш батты, уже күтіп жатым, шаршап кеттім. Менің уақытым келді бокс жасатын. Рингке шығып жатқанда судья капамызды тексергенде маған айтты, мына капаңды ауыстыр, саған 1 минут берем, 1 минуттан кейін ауыстырмасаң, сен ұтыласың, рингтен снимать етілесің деді. Мен сол кезде не істерімді білмей болады, қорқыныш сезім, ұтылып қалам ба, капа таппай қалам ба деп. Бәрі аяқ асты болып өткен соң, мен тура алдымда менің ең жақын досым бокс алып шыққан, сол кетіп барыпты, соған қарай айқайладым, бауырым, капаңды беріп тұршы, бокс жасап алайын деп. Сол кезде капасын лақтырып жіберген. Ол капа ыңғайсыз болды. Егер амал жоқ қой, бокс жасасың ғой, сол 3 раунд сол ыңғайсыз капамен бокс жасап,
зорға деген ұтып шыққам. Енді үйленем деп нақты айтатын деген қыз жоқ, оның бәрін иншалла уақыт көрсетеді. Мен үйленем деген қазір үйленетін ойда емеспін. Иншалла оқу бітіріп, жасты 20-ға келтіріп, сосын бірақ үйленсем деген ойдамын. Анам айтушы еді, егер сен чемпион болсаң, чемпион бола берсең, қыздар өзі-ақ келеді деп, пока тренировка көрсетіп, пока қыз керек емес сияқты, пока еңбек етсең, иншалла жақсы қыздар да өзі жолығады. Отбасыда анам, әкем, әпкем, мен және інім бар. Әпкем осы жақындағыдан тұрмысқа шықты. Енді інім үйде жалғыз, әке-шешеме қарау үстінде. Менің бокстағы бақсы мақсатым Қазақстанның туын әнұранын әр елде, әр жерде желбіретіп ойнатсам деген ойдамын. Иншалла Қазақстанның осындай бокс стилін дамытып, Қазақстанда осындай бокс бар екен-ау деген әр елге ұғым қалдырғым келеді. Қазіргі бокс аңыз адамдар сияқты, Майк Тайсон, Мұхаммед Али ағамыз сияқты, иншалла осындай бокс, үлкен бокс тарихында өзімнің есімді алтын әріппен ойып жазып кеттім, қалдырып кеттім келеді. Иншалла кейін келер ұрпақ кезінде осындай Төлебай Нұрдос деген Қазақстанда мықты боксшы болған деген атпен өзімнің есімді бокс тарихында үлкен алтын әріппен ойып жазып кеттім келеді. Сондықтан жатпай тұрмай, иншалла еңбек ету керек. Мақсатың айқын болса, арманың орындалады демекші атам қазақ. Сол үшін иншалла жатпай тұрмай еңбек етіп, сол кезде ғана бір нәтиже болады.